Трейдинг пен казиноның не айырмашылығы бар? Егер де сіз нарықта дұрыс емес нарықты таңдайтын болсаңыз, және де ол жерде дұрыс емес брокерлер таңдап сауда-саттық жасайтын болсаңыз, және де тек қана сіздің мақсатыңыз спекулятивті сауда болатын болса, онда ол биржаны казиноға айналдыруға болады. Жалпы трейдингті казино деуге келмейді. Неге? Себебі ол жердің өзінің дұрыс білімі болатын болса, және де ол жерде физикалық түрде жұмыс жасалмағанмен, мынау мимен жұмыс жасалатын өзінің жұмыстары бар. Яғни ол анализдер бар. Мысалы, біз қор биржаларымен сауда-саттық жасаған кезде міндетті түрде фундаменталды және техникалық анализдерді жасау арқылы нақты қандай акцияны, яғни активті сатып аламыз, соны шешетін боламыз. Солай ғана дұрыс анализбен, дұрыс еңбекпен, дұрыс біліммен, физикалық түрде қандай да бір жұмыс жасалмаса да мимен жұмыс жасалып, нақты сіз қандай дүниені сатып алайын деп жатқаныңызға анализ жасап еңбек ететін болсаңыз, онда ол мүмкін ешқандай да казино болмауы әбден мүмкін болып табылады.